Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге пигодидің рецептісін ұсынатын боламын. Бұл рецептпен жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Әсіресе қамыры нәзік болып шығады және жақсы көтеріледі. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызға дрожжімізді қосамыз. Шет жақтарына тұзды қосамыз. 1 шай қасық тұз қостым. Және де жылы суымызды аз мөлшерден құйып бастаймыз. Және ақырындап қамыр елейтін боламыз. Қараңыздар, барлық суды құйдым. Енді жақсылап қамыр елейміз. Бұл өте жұмсақ қамыр болуы тиіс. Сол себепті видеоның астында көрсетілген нұсқа бойынша ғана ұнның мөлшерін сақтаңыздар. Қараңыздар, мен қамыр еледім. Осындай қолға кішкене жабысып тұратын қамыр болады. Және де үстінен күнбағыс майын құйып, бетін міндетті түрде жауып, жылы жерге қалдырамыз. Енді бізге керегі 40 қабат. 40 қабатты жақсылап сақтап турап аламыз. Және де жанына пияз қосамыз. Мен бір үлкен пияз алдым. Пиязымызды сақтап турап аламыз. Екеуін де сақтап алғаннан кейін үстіне 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап басып жұмсартамыз. Яғни 40 қабаттың сөлі шыққанша қолымызбен басып араластырамыз. Енді үстіне фарш қосамын. Және де тағы да тұз, қара бұрыш қосып, дәміне қарай. Және де сұйық май қосамыз. 1 ас қасық немесе 2 ас қасық сұйық май қосып, енді салмамызды жақсылап осылай қолымызбен барлығы біркелкі болғанша қолымызбен араластырамыз. Қараңыздар, осындай болуы тиіс. Енді бізге негізі бұл пигодиға сәбізді дайындау міндетті емес, бірақ та мен сәбізді осылай теркадан өткізіп аламын. Себебі сәбізбен өте дәмді болып тұрады. Сол себепті сіздерге де сәбізбен дайындауға кеңес беремін. Негізі міндетті емес. Қараңыздар, мен сәбізімді осылай ұзыннан теркадан өткізіп алдым. Енді оған чим-чим соусымен тұз қостым. Және де қолыммен жақсылап басып араластырып алдым. Салатымыз дайын. Енді нанымыз көтерілді. Қараңыздар, осылай көтерілген болатын. Енді нанымызды ыңғайлы болу үшін бөліп аламыз. Қараңыздар, домалатып, әдемілеп бөліп алдық. Енді бізге жаюға ыңғайлы болу үшін астына қаратып, дөңгелетіп аламыз. Қараңыздар, барлығы дөңгелетіп алдық. Енді міндетті түрде мантаваркамызды бетін майлап қоямыз. Және де қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайдық. Бетіне салмамызды салып, пирожкиді түйгендегідей түйетін боламыз. Біреуін ғана көрсеттім. Қараңыздар, барлығын осылай түйіп алдым. Менде шамамен 3 табақ шықты. Енді біз бұны міндетті түрде қайнаған суға буына шамамен 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Пигодиіміз дайын, өте дәмді шықты. Осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Сол себепті осы рецептпен жасап, астына өз ой-пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.